1960 жылдар белесі қазақ руханиятының гүлденген, тұтас ұлт мәдениетінің шыт жаңа түлеген кезеңі саналады. Өйткені әдебиет, театр, сурет, музыка өнерінің майталмандары осы шақта лек-легімен келе бастады. Әдетте бұл жылдарды қазақ мәдениетінің алтын дәуірі деп те атайды. Бөлжар айтуға тиіс оқиға, театрымыз үшін тарихи шешім. 1961 жылы 10 тамызда Қазақ КСР министрлер кеңесінің қаулысымен Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрына ұлы суреткер Мұхтар Әуезовтің есімі берілуі болды. Бұл Әуезов театр үшін жаңа кезең бастауы болды. 60 жылдардан бастап ұлттық режиссураның өркендеу кезеңі басталды. Ұлттық режиссураның қалыптасуы мен дамуына Мұхтар Әуезов театрының қосқан үлесі ерекше. Өйткені қазақтың тұңғыш кәсіби режиссері Асқар Тоқпанов бастаған режиссерлер шоқ-жұлдызы Бәйтен Омаров, Әзірбайжан Мәмбетов және Құрманғазы консерваториясы театр факультеті режиссура бөлімінің алғашқы түлектері Жақып Омаров, Райымбек Сейтметов, Қадыр Жетпісбаев, Виктор Псырманов, сондай-ақ Есмұхан Обаев, Аман Байсеркеновтердің сахналауымен көркемдік деңгейі жоғары қойылымдар қойылып жатты. Әсіресе 1960 жылдары Әзірбайжан Мәмбетовтің жұлдызы тым жоғардан жарқырады. Ол сахналаған қойылымдар елдің де, театр сүйер қауымның да назарын өзіне аударып, Мәмбетов тағы не қояр екен деп елеңдейтін болды. Мәмбетов мектебі, Мәмбетов дәуірі, Мәмбетов театры деген тіркестер баспасөзде де, халық арасында да айналымға енді. 1966 жылы Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана қойылымына Қаз КСР мемлекеттік сыйлығы берілді. Әзірбайжан Мәмбетов сахналаған бұл туынды ұзақ жылдар бойы театр репертуарынан түскен жоқ. Бұл жылдары Сабира Майқанова, Фарида Шәріпова, Бекен Римова секілді театр актрисаларының аты алысты шарлап, өнер жолы үлгіге айналды. Қазақ қыздарының бойынан, үнінен, мінезінен осы дара тұлғалардың қасиетін іздейтін, нәрестелерге есімдерін қойып, бата тілек алуға ұмтылатын жұртшылықтың қатары молая түсті. Тап осы кезеңде Қамал Қармысов, Мүлік Сүртібаев, Сабира Майқанова, Бекен Римова, Шолпан Жандарбекова, Әйкен Мұсабекова, Қапан Бадыров, Сейфолла Телғараев, Нұрмұхан Жантурин, Ыдырыс Ноғайбаев, Фарида Шәріпова, Әнуар Молдабеков, Есболған Жайсаңбаев, Раушан Әуезбаева, Жұмабай Медетбаев, Әнуар Боранбаев, Әшірәлі Кенжеев, Құдайберген Сұлтанбаев, Уайс Сұлтанғазиндер өнер майданында сан қырлы талантымен жарқырай көрінді.